Қайырлы күн, құрметті желі оқырмандары, қымбатты әріптестер. 1990 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы қазанның 1-ін халықаралық қарттар күні деп бекітті. Алғашында қарттар күні Европада, одан кейін Америкада, ал 90 жылдардың соңында бүкіл әлемде аталып өтетін мерекеге айналды. Қазақстан Республикасының Конституциясында қарт адамдардың жалпы азаматтық және арнайы құқықтарын сақтау, оның ішінде жасы бойынша әлеуметтік қамсыздандыру, денсаулығын сақтау, білікті, оның ішінде ақысыз құқықтық көмек алу құқығы кепілдендірілген. 1 қазан күні біз жылы және жүрек жарды мереке ретінде атап өтіп жүрміз. Қарт адамдарға деген жылылықты сезінеміз осы күні. Бұл күн барлық қарт адамдарға құрмет көрсетіп қастерлейтін күн. Десек те мұндай құрмет сіздердің елге, жерге сіңірген ұлан ғайыр еңбектеріңіз бен адамгершілік және даналық қасиеттеріңіздің қасында азғантай ғана үлес болып табылады. Аға буын ағалар мен апалар, біз бүгінгі ұрпақтарыңыз сіздердің теңдесі жоқ ерлік істеріңіз бен отансүйгіштіктеріңізді мақтан етеміз. Құрметті ардагерлер, сіздердің бойларыңыздағы өмірге деген шексіз белсенділік, ерік жігер бүгінгі жастарға үлгі өнеге болып табылады. Осы орайда біздің балалар кітапханасының ұйымдастыруымен қариялар сарқылмас дариялар атты өткізгелі отырған видео сұхбатымыздың қадірменді қонағымен таныстырғым келіп отыр. Байырғы кітапханашы, еңбек ардагері, бірнеше дүркін облыс әкімінің, аудан әкімінің құрмет грамотасымен, алғыс хаттармен марапатталған. Ұзақ жылдар көптеген кітапханашыларды тәрбиелеп, қатарға қосқан ұстаз ана Алаева Хасият Мұхтарқызы. Қош көрдік, Хасият Мұхтарқызы. Бүгін өзіңізбен дидарласып отырғанымызға қуаныштымыз. Енді осы мереке алдында сұхбаттасқымыз келіп, сізбен дидарласқымыз келіп, осы шараны ұйымдастырған едік. Енді сізге бір-екі сұрақ қойғым келіп отыр, Хасият Мұхтарқызы. Өзіңіз жайлы қысқаша айтып өтіп кетсеңіз. Өзіңіздің еңбек жолыңыз, мен 1964 жылы Кіші Шаған кітапханасына жұмысқа кіріп, жұмыс істедім. Ол жерде Кіші Шаған селосында 16 жыл еңбек еттім. Еңбегімде 16 жылда мен бірнеше рет депутаттыққа ұсындым. 3 рет күл одақтық санағына 3 рет қатыстым. 1 рет учетчик болып, 2 рет контролер болып қатыстым. Одан басқа да женсовет тағы неше түрлі жұмыстарды атқарып келдім. Одан кейін 80 жылы май айында заведующий Тоқтахунов Рахимжан болған, марқұм Валентина Ивановна Партуров болып келіп, сен Хасият Мұхтарына, біз саған приказ жазып тастадық, орталық кітапханаға барасың, аудандық кітапханаға барасың, бізге специалистер керек. Жаңа кітапханаға көштік. Сол жерге саған приказ жазып, адам тауып, ертең өткіз деді. Сонымен ол жерге мен өзі Юсупова Гүлнұр сол кітапханашы болған, сол әйелді тауып өткізіп кеттім. Өткізіп орталық кітапханаға май айында бардым. Сонда кітапханада содан кейін 16 жыл сен орталық кітапханада істедім. Зав метод отдел болып істедім. Ой, қазақ. Әдіскерлер бөлімінің меңгерушісі жылдар істедіңіз ғой сол жерде? Істедім. Ол жерде талай-талай жастарды тәрбиеледім. Тәрбиелеп өттім, ақылымды айттым, көмегімді көрсеттім. Сұраған сұрақтарына бәрін жауап беріп, не деп келісім айттым, білмегендерін сұраңдар. Мен сендерге дайынмын, қалай жұмыс болса да, білмегендерін кеп сұраңдар. Әдіскерлік көмегіңізді деп айтып, көмегімді аямаймын ешқашан деп көмек көрсетіп келдім жастарға. Жастар әзір мына күнге дейін ұмытпайды әрқашан. Ой, тәте, сіз бармысыз деп іздеп тұрады, кеп тұрады. Рахмет қыздарға. Енді артымыздағы жастар да сондай жұмыстары жемісті болсын. Еңбектері
еңбегі сыни берсін, біз сияқты кәртейгенші сол жерде зейнетақы шықсын. Айтқаныңыз келсін. Енді қолыңызда бір мына книжка ұстап отыр екенсіз, бұл көп жылғы еңбегіңіздің өтеуі, ветеран труда деген медаль алғанмын, ВДХ-ға барғанмын. Енді ондай бәрін айта берсін көп қой. Көптеген жұмыстарды қатыстыңыз сол кезде, қоғамдық жұмыстарға да. Қоғамдық жұмыстарға, женсовет, тағы бір жұмыстар көп, айта берсең жұмыс көп қой, енді бәрін айтпайсың ғой енді. Сол енді. Енді Хасият Мұхтарына жақсы рахмет. Еңбек жолыңызды айтып жатсыз ғой, енді біз де шет жағасын білеміз сіздің қандай еңбек еткеніңізді, қандай жұмыстар жасағаныңызды, көптеген шәкірт тәрбиелегенсіз, сол шәкірттеріңіздің бірі мен боламын. Енді тағы бір сұрақ туындап отыр. Қазіргі кездегі біздің еліміздегі қарттардың жағдайына көңіліңіз тола ма? Қалай біздің елімізде қарттарға қалай көзқараста? Сол туралы қысқаша айтып өтіңізші. Біздің Қазақстанда кәрттерге деген көзқарас жаман емес, жақсы. Көмектер болса, көмек сұрап, маған мынандай жағдайым мынандай десе көмек көрсетіп жатыр. Үй деген үй жоқ болса, кәрттерге үй беріп жатыр. Әлеуметтік жағдайларын көтеруге көтеріп жатыр, көмек көрсетіп жатыр. Әр жыл сайын зейнетақымызды қосып жатыр. Сол қосқан өкіметтің бергенмен біз өмір сүріп жатырмыз. Жақсы, жаман емес біз. Көңіліңіз толады? Көңіліміз толады, енді көңіліміз толады. Енді басқаларға қалай? Мен өзім енді Қазақстанымыздың жаман емес бізге көзқарасы. Жақсы. Бәрекелді, рахмет. Енді артымыздан өсіп кеткен көптеген жастар бар елімізде. Сол жастарға деген мереке алдындағы ақ тілегіңіз, ақ батаңыз дейміз ба, қалай дейміз? Жастарымыз аман болсын. Істеп жатқан жұмыстар жемісті болсын. Әрқайсысы жалқау болмаса, жұмыс деген жастарға табылады. Жалқауларға жұмыс жоқ деп көшеде жүре береді. Еңбекқор өзі мынау тіршілік қой, мен мына қалай жұмыс істеймін деген жастар ешқашан жаман күнде қалмайды. Жаман біздің жастарымызда жаман емес, жақсы. Істеп жатыр, әрқайсысы қолынан келген, қайсының не жұмыстан қолы келеді, сол жұмыс істеп жатыр. Істеп өмір сүріп жатыр, жақсы, жаман емес. Жаман деп болмайды, жақсы. Жаман деп айта алмайсыз. Айта алмаймын, жаман деп айтпаймын. Жастарға ақ тілегіңіз, еңбек сүю керек. Еңбектену керек. Қалмайды, жоғары биіктер көтеріледі демекшісіз ғой. Еңбек десе, жалқау болмаса, бәрі жақсы. Өз мамандығын сүйсе, сонда жоғары биіктерге көтеріледі. Қолынан не келеді, сол мамандықпен істесе, жаман емес. Рахмет, Хасият Мұхтарқызы, рахмет сізге көп-көп. Енді бүгінгі мерекеде сізде құттықтағымыз келіп отыр осы мерекемен. Сізге үлкен алғысымызды білдіргіміз келіп отыр, осы алтын уақытыңызды бөліп, бізбен әңгімелесіп, дидарласып отырғаныңызға үлкен рахмет. Кітапхана ұжымының атынан сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сізге зор денсаулық тілейміз. Ешқашан ауырмасын, осындай жастарға жақсы сөздеріңізді айтып, арамызда ұзақ жүре беріңіз. Тағы да айтарымыз, жақындарыңызбенен жаңағы ел жұртыңыздың сүйіспеншілігіне бөлене беріңіз. Біз сіздердің еңбектеріңізбен, сіздердің жаңағы атқарған еңбектеріңізбен, елге сіңірген жаңағы жұмыстарыңызбен әрқашанда мақтанамыз, сіздерді үлгі тұтамыз. Сіздерді әрқашанда арамызда жүрсе екен деген тілекпен осы сұхбатымызды аяқтағымыз келіп отыр. Мынандай өлең жиындарын сіздерге арнағым келіп отыр. Сіздер барда ардады берекеміз, жақсылықпен қашанда тез өсеміз. Керегеңіз кеңінен қанат жайып, тарқамасын әрдайым мерекеңіз деп аяқтағым келіп отыр. Ешқашан мерекеңіз тарқамасын, осындай мерекелерге жете беріңіз. Қарттықтың қызығын бала шағаңызбен бірге бөлісіңіз. Аман сау тұрыңыз. Рахмет қыздар.